Қайырлы күн достар. Бүгін біз үй жағдайында үйге киетін аяқ киім тоқитын боламыз. Бүгін біз алды жабығын тоқимыз. Кейінгі алды ашық мынандай аяқ киімдерді кейінгі видеороликте көрсететін боламын. Ал енді алды жабығын тоқу үшін бізге осы аяқ киімді бізге мынандай табан керек болады. Ол осындай табандар арнайы осындай аяқ киім тоқуға арналған. Және де мынандай иран жіп, қанық қызыл жіп, ақ жіп керек болады. Және крючок пен қайшы керек болады. Ең бірінші біз бастау үшін мына алдыңғы тоқанымызды екеуін бірдей қып өлшеп аламыз. Өлшеп алып, мына бір жібіміз біздікі жұқа болғандықтан екі жіппен тоқып бастаймыз. Әр петляға екі жіппен жүргізетін боламыз. Бірінші міне бүйтіп көрсететін болайын. Мына жіпті петлядан алып шығарамыз. Бір айналдырып, екінші петляға кіргіземіз. Кіргізіп, одан шығарып, сыртқа шыққан екен неміз крючогын екеуіне мына жерде 3 рет оралғанда мына тұр. Біреуін шығарамыз. Міне осындай. Бір петляға 2 рет кіргіземіз. Мына бірінші болса, енді мына екіншісін кіргіземіз. Ал мына қалған жіп десе арасында өткізіп жібереміз. Көрінбеу үшін бізге. Екіншісін де өткіздік. 3 қатар болғандықтан біз мынандай крючогымызды шығарамыз. Міне достар, осы арқылы біз айналдырып, осы басынан мына жерге екінші тура қарама-қарсы мына жерге дейін келіп тоқтайтын боламыз. Қыздар, енді мына бұрышынан бастап, мына бұрышына дейін айналдырып тоқыдым. Екі жағын өлшегенде, екі жағы бірдей болу керек. Енді мына крючоктан 3 рет айналдырып жіпті шығарамыз. Крючокта 3 қатар тоққаннан кейін жіпті айналдырып, келесі неге өткізіп жіпті, содан крючокта жіпті бүйтіп шығарамыз. Және оны 3 қатар болды бізде. Бірінші қатарда екеуін шығарамыз, одан кейін тағы айналдырып, тағы екеуін шығарып, осы арқылы біз қайталап, артқа қарап қайталап, тоқып шығамыз. Ал енді жіпті мына басқа дейін қайтып айналдырып тоқып шығамыз 3 қатарға. Енді бұдан кейін біз мына крючоктан бір жіпті өткізіп аламыз бірінші. Одан кейін қайталап, енді 3-ші қатармен біз жүргіземіз. Ол үшін мына әр тесіктен бір жіпті өткізіп, без накидка қойып тоқимыз. Бүйтіп айналдырып, осы қатарды айналдырып, мына қатарға дейін тоқып шығамыз. Міне соңғы қатар тоқып, жіпті қайшымен қырқып алып тастаймыз. Одан кейін біз енді екі жағын тоқып болдық. Енді біз төбе жағына өтеміз. Ол үшін жоғары жағын тоқу үшін біз екі жіпті алдыңғы қатардан мына жерден аламыз. Жіпті өткізіп аламыз екі жіпті. Басын жіңішке қылып. Осыны крючоктан бір өткізіп алып. Енді осы тоқан жібімізге тәбір кейінгі осы айналдырып, мына қатарға дейін тоқып шығамыз. Бір өткізген жерден 2 рет өткіземіз. Қараңдар достар. Бір айналдырамыз крючокқа жіпті. Мына жерге кіреміз. Жіпті шығарып. Бірінші мына 2 жіпті. Одан кейін мына 1 жіпті шығарамыз. Біреу кетті. Енді мына біріне қалдырып кетеміз. Бір тесік қалдырып, мына екінші тесіктен өткіземіз. Мына жіпті арасына өткізіп жібереміз. Тағы да бері қараңдар, мына біреуін өткіздік. Енді міне екіншісін өткіземіз.
тағы да міне жіпті айналдырамыз. Міне жіпті өткіземіз. 3 жіп болды бізде. Соны крючоктың бірінші екеуін шығарамыз. Одан кейін міне тағы біреуін шығарамыз. Тағы да қараңдар, мына жерде мына тесік тастап кетемін, мына тесіктен өткіземін. Мына крючокты өткіземіз. 2 жіпті шығарамыз, одан кейін 1 жіпті шығарамыз. Тура осы тесіктен тағы біреу өткіземіз міне. Жіпті бүйтіп бір өткізіп аламыз, жіп крючокқа, ішінен тағы бір жіп шығарамыз. 2 и тағы біреу. Енді міне қараңдар. Жүппен санағанда міне 1, 2, 3, 4, 5. 5 тоқыдық. Одан кейін мына жерден 1, 2, 3-шіне барамыз да, мына крючокты кіргізіп, жіпті шығарып, мына жібімізді шығарып аламыз міне. Осы шығарған жібімізді бір айналдырып байлап аламыз. Байлап арқылы біз енді екінші қатар тоқимыз. Екінші қатар тоқу үшін біз әр неде қараңдар достар. 1, 2, мына 3-ші тесікке барамыз. Крючокты кіргізіп, мына жіпті шығарып, мына жібіміз қатты тартылып кетпеу керек. И бос та болмау керек. Бір өткізіп аламыз міне. Бір жүргізіп алдық. Енді жіпті тағы да тура біз бірінші қатардағыдай мынаны қайталаймыз. Бір жүргіземіз. Одан кейін мына жерден кіргіземіз да, мына крючоктан шығарамыз міне. 3 қатар болды біз міне. Содан 2 шығарамыз, қайтып жіпті өткізіп міне 2 қыламыз. Тура осы тесікке тағы кіргіземіз міне. 1. Енді бізде міне біріншіміз бітті. Одан кейін жаңа деген қайталаймыз. Мына тесікті тастап кетіп, мына екіншіне өткіземіз міне. Екінші жолмен жүреміз. Бірінші крючокқа жіпті айналдырып аламыз. Одан кейін мына жақтан кіргізіп, жіпті шығарып, бір қатар міне, 2 қатар. Біз әр істеген сайын неміз үлкейе береді. Біз және бірінші қатарда мен 5-не жүгірген болсам, енді қазір санап көреміз, 6 болу керек бізде болған кесі. Кейінгісінде 7 болады. Сол арқылы біз алды кеңге бергенден аяқ киімнің бас жағы жалпақта болады. Міне достар, қараңдар, қазір санап көреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне. 6-шын бітірдік. Одан кейін мына жақта міне. Бірінші тесік, 2, 3-ші неге кіргіземіз крючокты, жіпті шығарамыз. Мынаны өткізіп, және де айналдырып, бекітіп аламыз. Осы арқылы біз екінші қатарды бітірдік. Енді мына жерден санап көреміз не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар мына жаққа дейін біз өсіп тоқып алды. Мына сияқты жауып шығамыз. Басында 5 болады. 6, 7, 8 болып бет үлкейе береді. Барған сайын үлкейіп тоқта береміз. Ал енді біз мына 10 қатар тоқып болғаннан кейін біз айналдырып мына бас жағы қалың болып тұрса бет бүгілмеу үшін қалыңдау қылып тоқып шығамыз. Ол үшін мына біткен жібімізді мына жерден апарамыз, мына шығарып тоқып шығамыз. Әр тесіктен жеке-жеке кіргіземіз. Кейінгі несіне арасына ешқандай қалдырмаймыз.
Ал енді міне екіншімізде біз тоқып болдық. Міне екеуі бірдей болып шықты. Бөлшек көрсеңіздер. Ал енді осыны біз бетіне енді аюды, кішкентай аюды тоқуды бастаймыз. Ол үшін біз кейінгі міне ақ жіпті аламыз. Оны бір-екі рет өзін бет айналдырып аламыз. Қазір біз бұны тартуымыз үшін бізге керек болады. Енді осыны шетін ұстау арқылы неден жіпті өткізіп аламыз. Одан кейін бір жіп өткізіп арқылы бірінші айналдырамыз, ішіне кіргізіп айналдырып, мына 3 қатар болды ғой. Осы 3 қатарды енді біз бірден шығарамыз. Көрдіңдер ме? Осыны өстіп біз міне 3 қатар жіп оралды крючокқа. Осы 3 қатар крючок оралған жіпті бір айналдырғанбыз, ол біреу болып сөптеледі. Мына екіншіміз істедік. Тағы да істейміз міне. Осындайдан біз 15 штук істеп шығамыз. Міне енді біз 15-ін істедік. 15-ін істеп болған кейін мына жіпті тартамыз. Қараңдар. Тартқан кезде міне кішкентай ғана ортасына домалақ шығады. Қалған кәдімгі осындай дөңгелек болып шығады. Осы дөңгелектің басындағысынан мына жіпті айналдырып міне өткізіп аламыз. Сол кезде бізде осындай дөңгелек шығады. Осы дөңгелектен енді біз әр мына 15 қатардан, бір қатардан 2 рет тоқып шығамыз. Бірінші мынандай 3 жүргіземіз. 1, 2, 3 міне 3 жүргіздік қой. Енді бір айналдырамыз. Адан өткіземіз. Адан өткіземіз міне. Біреу өткіздік, енді тағы да өткіземіз не. Екеу өткіздік мына қатардан. Енді мына кейінгі қатарды өткіземіз. Бірінші мына жіптен өткізіп аламыз крючокты. Сөйтіп мына жіпті шығарамыз. Біреу, екеу. Тағы да міне сол қатардан. Мысалы бізде 15 болса, қазір санаған кезде енді 15-те 2-ге көбейтсек 30 болады. Бізде әрқайсысына екеу істегеннен 30 не шығу керек бізден қазір санағанымызда. Міне біз енді дөңгелегіміз шықты. Енді осының үстінен тағы бір қатар айналдырып тоқып шығамыз. Оны өсіп тоқымыз міне. Бері қарай. Сөйтіп тоқимыз. Жіпті кіргіземіз, мына жақтан шығарамыз міне. Без накидка деп қылып тоқимыз. Сонда біздің дөңгелегіміз сәл жуандау болып шығады. Аюымызда әдемі көрінеді, үлкендеу болған сайын. Мынандай дөңгелек шыққаннан кейін, енді сол шеттен бастап 4 рет жүргіземіз. 1, 2, 3, 4. Осыны бүйтіп айналдырамыз, 2 рет айналдырамыз. Жаңылдегі неден қайтып тура біз кіргізген тесіктен шығарып, 3 рет шығарамыз. 1, 2, 3. Бізде 2 болды. Тағы сол неге тағы да апарып қайтып шығарамыз. 1, 2, 3. Бізде 3 болды. Енді осыдан 4 шығарамыз не. 1, 2, 3, 4. Енді тағы да 2 айналдырып алып, мына екінші неге кіргіземіз тесікке міне. 1, 2, 3.
мынадан 3 шығарамыз. Мынадан да 3 шығарып 4-тің ішінде қыптаймыз. Сол кезде біздің бір құлағымыз дайын болады. Дәл қазір тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болды. Енді біз 4 істеп шығамыз. 1, 2, 3, 4 істеп, кейінгі неге барып бекітеміз не. Кейінгі неге бекіттік. Бір құлағымыз дайын. Енді бас жағын сәл ары қарап тура соны жалғастырып кетіп, екінші құлағына өтеміз. Ол үшін мына жерден 1, 2, 5-не жүргіземіз. 3, 4, 5. 5-еуін жүргіздік. Екінші қатардан енді екінші қатарын құлағын семейді. Ода да тағы да 4 шығарамыз не. Қараймыз. 1, 2, 3, 4. 4 өседік. 2 рет айналдырамыз. 1, 2 айналдырып, сол тесікке барып, кіргізіп жіпті. Содан қайтып шығарамыз не. 1 рет, 2 рет, 3 рет не. Тағы да қайтып кіргіземіз. Бір неден 3 шығару керек біз. 2 рет айналдырып, 2 рет айналдырдық. Қайтып кіргіземіз. 1, 2, 3. 3-ші болды. Енді қасындағысына өтеміз. 1, 2, 3. Міне бізде 6 шықты қоя. Енді 7-нің ішінде 1, 2, 3, 4 қылып, мына қасындағысына келіп, осы жібімізді шығарып аламыз. Осы жерден қайшымен қырқып, жібімізді шығарып, шыққан жібімізді бер жағына кіргізіп, орта жағынан кіргізіп, артқа шығарып жібереміз. Сонда міне бізде 2 құлақ бар, кішкентай аю дайын болды. Енді осы аюды біз мұрнын істейміз. Ал енді тура біз осындайдана басына тоқылған бар ғой, сондай қып мына қызылды да тоқып алып, оның бетіне қоямыз. Біз бетіне қойған кезде жіппен тікпей-ақ, тура мына крючокпен үстіне басып шықсақ болады. Оның жолы не? Аламыз, тура соны мына неден қайталау арқылы үстінен басып шығамыз. Соңғы қатары бар ғой, соң қатарынан жеке-жеке өткізіп шығамыз. Әр қатардан арасын ешқандай үзбей. Ал енді міне өзіне тоқып алған екен, тура осыны артыда мынаған крючокпен тоқимыз, тыеміз. Ине жіпті қолданбай. Ол үшін тура мынамен шамалап аламыз не. 1, 2. Мына 2 ішінде туралап алып, жіпті түйіндейміз. Бас жағын бет түйіндеп аламыз да. Осыны мына шеттен бастап, мына соңғы жүргізілген жіп бар ғой. Содан бастап жүргіземіз не. Крючокты кіргіземіз астына. Және жібімізді, тіккен жібімізді іліп сыртқа шығарамыз. Жібіміз шықты. Осыны кейінгі неге қайтып кіргіземіз. Астында бір қолдарын астында болып, осыны қайталап отырамыз міне. Аюымыз, кішкентай аюымыз
қозғалып кетпеуін, дұрыс ортаға анық түсуін қадағалап отырып істеңіздер. Жайлап айналдырып тігеміз. Ал енді міне екінші аюымызда дайын болды. Міне екінші аюымызда көзі нелері өстіп, аяқ киім үйге кигенге домашний тоқып алсаңыздар болады. Жіпіміз де артылып қалды. Бір жіптің өзінен бір аяқ киім толық шығады, тағы да жартысы артық қалады. Неге тіркеліп, ұмытпаңыздар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.